Олар топпен жүрмейтін сияқты еді ғой. Ариана ханым, бұл дегеніміз нағыз виверналар ғой. Дәл солай ма? Нағыз тірі виверналар! Сәлеметсіздер ме? Бұл мен Арк. Емедағы хабар бойынша біздер Эвлондық империялық артынан ұрланған эльфтар үшін келдік. Және біз сол жаққа құтқаруға бара жатырмыз. Неліктен екенін білмеймін, бірақ құсым ұшқысы келіп тұрған жоқ. Бұл дегеніміз Данкамен хабар болмайды. Жарайды. Онда олардың сағын сындырайын. Арк, сенің не ойлағаның бар? Орта деңгейлі сиқыр қасиеті. Аумақ бойынша ұратын найзағай. Бөлінген найзағай. Осымен болды ғой деймін. Сендерге не болған, Ариана ханым? Понта, не болды өзі? Сыбырлаушы саған нама? Сендер бір жаман нәрсе жеп қойған бедіңдер. Төкте тізініп тұрған жоқпын. Газ аниме канал үшін арнайы дыбысталды. Бізді таңдағандарыңызға рахмет. Менің құлақтарым әлі де шыңылдап тұр. Сен мұндай сиқыр қолданбас бұрын алдын ала ескертсейші. Кешірім өтінемін, бұл сиқырды бұндай мықты деп мен ойлаған жоқпын. Қоя берші, боларыс болды, бояу ісінді. Біз одан да маңызды ақпаратты шешейік. Империяға өте қысқа жолды айтып кетейін. Біз ең алдымен Спитол көлінен өтеміз. Содан кейін барып біз Фиббен, батпақ жерінен өтімізге тура келеді. Бұл жерде ештеңе де жоқ па? Касарикке баратын жолымыз тіпті жоқ қой. Ариана ханым, сізді бірдеңке мазалап тұр ма? Тема туралы ақпаратты естігенде сенің түр әлпетің бірден өзгерді. Сен ол жаққа мүлдем барғың келіп тұрған жоқ қой, солай ма? Дәл солай. Родданан айырмашылығы ол жерде эльфтарды аулауға рұқсат етілген. Ол жерде эльф болуғыдан да қауіпті. Тіпті бұл қаланың өзінде бізге абай болу керек. Кішкене қобалжып тұрмын. Сіздерді 1 минутқа болады ма? Бұл сіз ғой өте үлкен мықты сиқыр қолданған шөл даладағы. Ал сен кімсің? Мен Карсимын. Кәрсихел, танысқаныма қуаныштымын. Сен неге өз құлақтарыңды бұндай көпшіліктің ортасында жасырмайсың? Ариана ханым, тынышталыңыз.
Керси, саған күндегідей ме? Иә, өтінемін. Кішкене күте тұр, қазір дайын болып қалады. Керси, достым, бізбен бір бокал ішсеңші. Иә, бірақ қазір емес. Бұны қалай түсінсем болады? Ең алдымен жіберетін шығарсыз. Мені бұл қалада барлығы жақсы көреді. Мұнда бәрі мені таниды. Бұл жерде өмір сүріп жатқаныма 10 жыл болды. 10 жыл бұл қалада? Мен сенбеймін. Бұл қалай болғаны? Сен эльфсің ғой. Жоқ, сен түнек эльфсің, солай ма? Тіпті саған қалай жауап беремді білмей жатырмын. Иә, бұл өмірде эльфтар мен адамдар бейбітшілікте өмір сүргені дұрыс деп ойлаймын. Сен не менің үстімнен күліп тұрсың ба? Білесің ба адамдар біздерге не істеп жатқанын? Әрине білемін. Бірақ сен соны біле тұрап, адамдармен, яғни мына саулықтағы адаммен саяхаттап жүрсің ғой. Онымен қоса оның жануардығы бар, демек бұл оның мәртебесі жоғары екен айтады. Аркке сенсем болады. Керси мырза, сіз бізге бірдеңе айтқыңыз келіп тұр ғой, солай ма? Иә, мен бұл жерде құбыжықтарды зерттеп, яғни биологиялық зерттеп, өз өміріме ақша табамын. Бірақ бұл жолы менде бір проектпен қиыншылық пайда болып жатыр. Демек, оны біз сен үшін аулап бергенімізді қалайсың ба? Дәл таптың. Ол құбыжықты ұстау сендер үшін қиындық таптырмайды деп ойлаймын. Тірі болса дұрыс болар еді, бірақ өлі де болады. Өкінішке орай біздер қазір өте маңызды ақпаратты тапсырманы орындап жатырмыз. Ал сыйақыға келсесіңдер ме? Бұл не карта өзі? Бұл карта Ревлонның империя әулие картасы. Шынымен ба? Сендерге керек болады ғой. Ариана ханым, бұл карта бізге артық етпейтін секілді. Оған қоса құбыжықтар туралы кітабымды беремін. Ариана ханым, маған бұл кітап керек. Кәне, Ариана ханым, өтінемін, келісіңізші. Жарайды. Алақай, қолма-қол. Мен сіздердің келісетіндеріңізді білген едім. Сондықтан азанда қаланың есігінен шығамыз. Ертеңге дейін. Күткендеріңіз үшін рахмет. Сол да сөз болыпты. Кел, Керси, ішейік. Түнге дейін тағы құйыңыз бізге. 5-6 тиын жетеді деп ойлаймын. Тоқтаңыз, бұл тым көп қой. Тұрыңыз, қазір қалғанын беремін. Керек емес, ханым. Бұл қалғаны сізге чиви. Бұл чиви сіз маған жақсы қарым-қатынаста болғаныңыз үшін. Әрине, мен сіздерге сыйлығым бар. Түні бойы ішіп шық. Нағыз батырлар үшін арналған. Өте мықты ішімдік. Алғыс айтамын. Эльфтар мен адамдар бейбітшілікте өмір сүру үшін. Саған бұны қабылдау өте қиын секілді. Иә, адамдар бізге қалай қарағанын есіме түсірсем болды. Неге олай қаты тіреліп алдыңыз, егер жауабы мүлдем болмаса? Өте керемет иісі шығып тұр. Өте мықты ішімдік секілді. Өзіңді қинама. Бұл жерде жемістерден жасалған шырын бар. Мен саған бала емеспін. Өзім білемін ішсемде. Міне. Керемет, Ариана ханым, өте керемет. Тағы да құй кәне. Әрине. Өзім бұлай қинаудың не керегі бар? Қой, ендеше мен де алып қояйын. Бұл керемет ішімді. Бұның дәмі деген енді айта алмадым. Дәмі ешқашан аузымнан кетпейтін секілді. Өте тәтті және керемет мықты. Арк. Ариана ханым. Арк.
Тыңдашы, маған тағы да керек, тағы да қой. Ариана ханым, ары қарай тым артық болатын секілді. Мен сенімен сөйлесіп тұрмын, Арк. Құй кәне. Эльфтар мен адамдар бұл өмірде қалай бейбітшілікте өмір сүруі мүмкін? Ол тынышталар емес. Ариана ханым, сіз үшіңізді доғаратсыз ау деймін. Сен етіп өзіне көп алма, дөрегі қанқа. Міне тағы басталды. Түнімен жатпайтын секілді. Басымнан ауырып тұрған-ай. Біз түнде Аркпен ішкен секілдіміз. Ал сосын басымнан ауырып тұрғанын-ай. Қанқа? Бұл мен ғой, Арк. Кетір, Ариана ханым. Отлауын, қарсыласымды өрте. Қайырлы таң, түні бойы өте керемет көңіл көтердіңіздер. Ештеңе болған жоқ. Арк, ештеңе болған жоқ қой, солай ма? Тыңданышы әпше. Ашулы әйелден қорқынышты ештеңе жоқ екен. Айтып тұрғанын қарашы. Кедіргеніміз үшін кешірім сұраймын, Кәрси мырза. Қайырлы таң. Арк, Ариана, біз сіздермен бірінші атарбада жүреміз. Ал оның артында менің қорғаушым және досым жүретін болады. Түні бойы дауыстарыңыз айдалаға шықты ғой. Керемет түн болған секілді. Өлтірем. Ариана ханым, тынышталыңыз. Иістер және мынау тербеліс. Менің қатты құсқым келіп тұр. Кәрси мырза, сіз артымызда не келе жатырсыз? Бұл өлі гоблиндер ғой. Онымен біз құмды өлкедегі үлкен құртты аулаймыз. Олардың иісі неғұрлым сасық болса, бізге сол ғұрлым пайда. Құмды өлкедегі құрт? Иә, біз соны аулаймыз. Рыцарь мырза! Бұл чай қышынудан және де бас ауруларын кетіреді. Әсіресе ішімдіктен кейін ішкен дұрыс. О, рахмет. Ариана, сен соншалықты адамдарды жек көресің бе? Иә, енді кішкене солай бар. Тынышталыңыз. Ол жігіт өте қорқынышты болғанымен өте жақсы жігіт. Көңіліме тиді, Кәрси. Енді саған еш қандай шай бермеймін. Кешір. Ариана ханым. Тәтті. Айтпақшы, Кәрси мырза, сіз бізге әлгі құрт туралы айтып бермейсіз бе? Иә, дұрыс айтасың. Біз аулайын деп жатқан құрт ұзындығы 45 метр. Күндіз ол жер астында болғанымен түнге қарай ол жыртқыш, аулауға ол түнде шығады. Айтпақшы, ол оттан қорқады. Ақыры ұстағымыз келіп тұр екен, оны айта салайын. Мен оны тірідей аулағым келіп тұр, сондықтан отты қолданудан сақ болыңыздар. Мен жақында ғана түсіндім. Бұл құрт бар жерде виверналар топпен ұшып жүреді. Сол кезде ол біздің жанымызда болды ма?
Егер мен оның бөлшектерін зерттей алсам, бұл құрттан түсетін зияндыбын азайтар едім. Міне, осы үшін мен бұл құбыжықты зерттеймін. Өте керемет, Карси мырза. Басқа құбыжықтар туралы сізден не естуге дайынмын. Өз ісім туралы сізге рахатпенен айтып беремін. Екінші арба қайда? Екінші арба жоқ, Карси мырза. Жоқ дейсің бе? Қайдағы 45 метр? Бұл жерде ең аз дегенде 30 шығады ғой. Мүмкін емес, мен бұндай өте үлкен құртты бірінші рет көруім. Іс нашар. Ариана ханым, оған жоламаңыз. Отлауын, қылышымды өрте. Құртты екіге бөл. Ол оттан қорықпайды ғой. Оған түкте болған жоқ. Сайтан алғыр. Амансыз ба, Ариана ханым? Мен бұның ісін бітірем. Ара тұрыңыз. Өте керемет күш. Арк, біз барлығымыз қауіпсіз жердеміз. Түсіндім. Кел онда, біз күш сынасайық. Іс нашар. Мен бұл күйімде қылышымды ала алмаймын. Мәс саған. Ол құртты лақтырып жіберді ме? Таңғаларлық. Осылай болады ма? Әрине болады. Міне, уәде етілген сыйақы. Керемет, сіздер маған өте қатты көмектестіңіздер. Сіздерді кездестірмегенімде не болатын ойлаудың өзі қорқынышты. Көмектеріңізге рахмет. Ендеше бұның да ісі бітті. Біз жолымызға шығайық, Ариана ханым. Ариана ханым. Мен саған сұрақ қойсам болады ма? Неге сен адамдардың арасында өмір сүріп жүрсің? Өйткені мен оларды жақсы көремін. Жақсы көремін дейсің бе? Мойындаймын. Мен де олар туралы жаман ойлайтынмын. Олар туралы тіпті сізден де нашар ойлайтынмын. Олармен бірге өмір сүре бастағанымда, мен қателескенімді түсіндім. Әрине, бұл өмірде бәрі болып тұрады. Енді ойлайтыным осы. Бір күні эльфтар мен адамдар бейбітшілікте аман-есен күліп өмір сүреді. Ондай уақыт пайда болады дегеніне күмәнім бар. Ариана ханым, сен әлі Балтандағы хабарды естімеген секілдісің ғой. Роддонның батысындағы ма? Ол қандай жаңалық? Жақында ғана келген хабар туралы айтайын. Лэнбаттың лорды жақында ғана Эльфика үйленді. Бұны қалай түсінсе болады? Ол оны зорлап күшпен үйленген шығар. Жоқ, лорд оны құлдыққа сатқан кезде құтқарып алған, және олар махаббатпен үйленді дейді. Олардың айтуы бойынша эльфтар мен адамдардың арақатынасы үшін еңбек етеміз дейді. Тыңдашы, Арк. Адам мен эльфтар арасында бейбіт өмір жақында орын алады деп ойлайсың ба? Қалай айтсам екен, эльфтар мен адамдардың арасында өздігімен ойлайтындар бар. Менің ойымша бұл уақытта келетін секілді. Тіпті бәрі болмаса да, біз екеуміз әріптеспіз ғой.
Арк, енді сен ол басқа іс. Сен тіпті адамға да ұқсамайсың. Бірақ мен өзімді адаммын деп санаймын. Менің қазіргі келбетіме қарамаңыз. Понта, не күліп тұрсың? Қаланың ішінде біраз адамдар жоқ болып кетіпті. Ол сіздің ісіңіз бе? Мен оларды тек қана қылмыскерлер мен құлдар үшін ғана тамақтандырам. Үлкен көлемін. Жоқ, бұныңыз енді тым артық. Фумба мырза. Бұл жер өте құпия ұсталу керек. Ал сіз болса бұл жерге сатылмалы қыздар әкеп көңіл көтеріп жатсырсыз. Сіздің не ойлағаныңыз бар? Мен өз ісімді орындап жатырмын ғой. Тіпті патша Мицанян өзі қарсы емес. Қандай дөрекілік? Патшаны есімімен атамаңыз. Құдайым-ай, сендерге менің көмегім керек емес пе? Солай ақ болсын. Кәне, менің артымнан жүр. Ой, олар қарны ашқан секілді. Қайда асығып жатырсыңдар? Мүмкін тамақтарыңға сүйегі тұрып қалар. Газ аниме каналы үшін арнайы дыбысталды. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет.